Құрметті көрермендер, енді экран алдына жақындаңыздар. Жақындап қана қоймай, спорттық киімдеріңізді киіп, спортшы ақсақалдың ақыл кеңесін тыңдап, қаперге түйіп алыңыз. Апта адамы отставкадағы подполковник 80-нің сеңгіріне шыққан ақсақал Рамазан Найзабеков. Қозғалысы ширақ, дене бітімі берік, шыныққан шымыр атамыз бұл күні көрермендерімізбен денсаулық сақтаудың сырларымен бөліседі. Ол спорт залдар мен фитнес клубтарына барған емес, далада, үйінде кәдімгі қарапайым қозғалыстарды жасап-ақ бірқатар нәтижелерге қол жеткізген. Түрлі аурулардан айығыпты. Айтпақшы, атамыз 5 уақыт намазында қаза қылмайды. Осы аптада тілшіміз Әсем Қаматайқызы ақсақалмен кездесіп, денсаулық сақтаудың құпияларымен бөлісіп қайтты. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Таңмен таласа тұратын Рамазан ата әр күнін осылай таңертеңгілік дене жаттығуларын жасаудан бастайды. Және бұл әдетінен ол ешқашанда жаңылған емес. Сондықтан болар қария 82 жаста да өзін сергек сезінеді. 30 жылға тарта ішкі істер саласында еңбек еткен Рамазан ақсақал бала кезден ұйқыға сергек. Бейнетінің зейнетін көретін жасқа жеткенде де бұл әдетіне қиянат жасаған емес. Бірақ ол қазір жұмысқа емес, арнайы жаттығу жасау үшін ерте тұрады. Таңғы таза ауада бой жазып алған соң дене шынықтыруды үйде жалғастырады. Алдымен иық пен басқа арналған жаттығуларды жасап алады да, кейін күрделі түрлеріне кіріседі. Алайда қария оларды қиын, оңай деп бөлген емес. Әр қайсысын ептілік пен ерінбей қырық қайтара істейді. Үздіксіз жаттығулардың нәтижесінде қария қазір аяғын желкесіне жеткізіп, шпагат жасауға да машықтанған. Шпагат деген ол өзім үйреніп алған, қазір маған жеңіл сияқты, жай ауыр ғой кісіге. Міне ол су неке бітіп, оны әр адам істей бермейді, біраз істегеннен кейін анау организмдерің үйреніп, қозғалып, содан жаттығып кетеді, істеуге болады. Айта кету керек, Рамазан ата ешқашанда спорт залға барған емес. Арнайы тренажерлері де жоқ. Бірақ соған қарамастан қария үздіксіз қозғалыстың нәтижесінде демікпе, полиартрит, радикулит, гайморит секілді түрлі дерттерден айыққан. Осы қозғалудың пайдасынан мен денемдегі болған 10 түрлі ауруымнан ада болдым. Сауықтың былай айтқанда. Қазір Аллаға шүкір ешқандай да ауырмайды шерімдағы, ешқандай да. И күллі манағы әрбірдесі менің немде бүйрегімде тас болған, ол тас та кетті. Соның сол неден қозғалудан. 82 жастағы қария соңғы рет дәрігерге қашан қаралғандығын да ұмытқан. Тек аздап көзі мазалайды. Өйткені қос жанарына бірнеше рет ота жасалған. Бірақ Рамазан ата оғанда аса мойымайды. Қазір қарияның қимылы ширақ, жүрісі шапшаң. Жаттығудан бөлек күніне 3 шақырым жаяу жүретіндігі де бар. Қозғалысқа қатты мән беретін қария өзінің бұл білетіндігін ешқашанда мақтан еткен емес. Айтары тек жастар жалқаулықты тастап, салауатты өмір салтын сақтауға бет бұрса екен деген аталық ақ тілек қана. Әсем Қаматайқызы, Данияр Жұмағұлов, Апта.